Бәріне сәлем достар. Осы видео басталмай тұрып, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер. Жұмыртқа қабығы 10 жылға жасартады. Әрбір әйел 30 жастан асқаннан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері салбырап, босай бастайды. Алғашқы әжімдердің де көрініс беруі 30 жастан асқан соң байқала бастайды. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жас қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығында орасан зор көмегі бар екенін біріңіз білсеңіз, біріңіз білмеуіңіз мүмкін. Ендеше, ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Қоқысқа тастамаңыз. Салатқа, кейде қамыр илегенде, кейде тамаққа жұмыртқаны жаратқаннан кейін қабығын қоқысқа тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастаңыз. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып аламыз. Егерде сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтан тазартып алу үшін сірке суымен жусаңыз да болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғындыны да саусағыңызбен алып, бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқаның қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықша бөлігін еппен абайлап, қатты қабықтан ажыратып алу керек. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп алып, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жабыстырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жабыстырған соң, мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасына жабысқан пленка түсіп қалмау үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып алып, ұсақтап құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып, ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкеге 2-3 қабат етіп, дәкенің арасына салып, сыртынан балғамен ұрып ұнтақтасаңыз да болады. Кәдімгі ұн сияқты ұсақ болып шығуы керек. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты бөліктері қабықтың бетіңізді жырып, теріге зақым келтіруі мүмкін. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастаймыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алуға уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға бір шай қасық жұмыртқаның қабығын салып араластырамыз. Соңынан бетіңізге масканы щоткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды. Және уқалауға, массаж жасауға болмайды. Жай ғана масканы жағып шығыңыз. 15 минуттай ұстап кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сырып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, еш нәрсе жағудың керегі жоқ. Ал құрғақ болса, маскадан кейін бетіңізге нәрлендіретін крем жағып қойғаныңыз жөн. Егер бетіңіз құрғақ болса, бұл масканы аптасына 2-3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің кетіп, әдемі теріге ие болғанын байқайсыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.